35 оқушының 5-еуі сабаққа дайындалмай келген. Тақтаға кездейсоқ шақырылған оқушының сабаққа дайындалмай келу ықтималдылығы қандай? Ықтималдылықтың классикалық анықтамасын қолданып табатын болсақ, А оқиғасының ықтималдылығы m бөлінген n, яғни барлық элементар оқиғалар саны 35-ке тең, және қолайлы нәтижелер саны 5-ке тең. Формулаға қойып есептейтін болсақ, 35-тен 5 болады. Және бұл бөлшек 5-ке қысқарады. 35-ті 5-ке бөлсек 7, 5-ті 5-ке бөлсек 1. Сонда шығады 7-ден 1. Демек, тақтаға кездейсоқ шақырылған оқушының сабаққа дайындалмай келу ықтималдылығы 7-ден 1-ге тең екен. Екі мерген нысанаға бір-бірден оқ атады. Бірінші мергеннің нысанаға тигізу ықтималдылығы 0,7-ге тең, екіншісінікі 0,8-ге тең. Бірінші есепте тек бір ғана мергеннің нысанаға тигізу ықтималдылығын табатын болсақ, яғни бұл жақта екі мергенді А және Б-мен өрнектейміз. А оқиғасының ықтималдылығы ол 0,7-ге тең. Б оқиғасының ықтималдылығы 0,8-ге тең. Енді А оқиғасына қарама-қарсы оқиғаны тауып алатын болсақ, яғни формула бойынша бірден аламыз 0,7-ні тең болады 0,3. Дәл сол сияқты Б оқиғасына қарама-қарсы оқиға бірден аламыз 0,8-ді тең болады 0,2. Енді тек бір ғана мергеннің тигізу ықтималдылығын табатын болсақ, яғни бұл жерде А және Б үйлесімсіз оқиға. Сондықтан ықтималдылығы тек бір ғана мергеннің нысанаға тигізуі. Ашып жазатын болсақ, А және Б-ға қарама-қарсы оқиға яғни бұдан А оқиғасының ықтималдылығы көбейтеміз. Б-ға қарама-қарсы оқиға тең болады. Мәнін қойып шығатын болсақ, А оқиғасының ықтималдылығы 0,7-ге тең. Көбейту Б-ға қарама-қарсы оқиға ол 0,2-ге тең. Плюс, яғни А-ға қарама-қарсы оқиға 0,3-ге тең. Көбейту Б оқиғасының ықтималдылығы ол 0,8-ге тең. 0,7 мен 0,2-ні көбейтетін болсақ, 0,114 қосамыз. 0,3 пен 0,8-ні көбейтетін болсақ, 0,124. 0,114 пен 0,124 қосатын болсақ, 0,138. Яғни, тек бір ғана мергеннің тигізу ықтималдылығы 0,138-ге тең. Екінші есепте нысанаға кем дегенде бір мергеннің тигізуі ықтималдылығы қандай? Бұл есеп шешу барысында қосу ережесінің жалпылама түрін қолданамыз. Формуласын жазып шығамыз. Енді мәнін қоятын болсақ, А оқиғасының ықтималдылығы 0,7-ге тең. Қосамыз 0,8-ді. Аламыз минус 0,7 көбейтілген 0,8. Есептегенде 1,5-тен алып тастаймыз. 0,7 мен 0,8-ді көбейтсек 0,156, демек 0,156-ны. Сол кезде 0,156
194 шығады. Үшінші есепте нысанаға екеуінің де тигізуі, екі мергенді тигізу ықтималдылығын табатын болсақ, мәнін қоямыз. 0,7-ні көбейтеміз 0,8-ге тең болады 0,156. Яғни нысанаға екеуінің де тигізу ықтималдылығы 0,156 шығады екен. Төртінші есепте нысанаға екеуінің де тигізбеуі ықтималдылығын табатын болсақ, мәндерін қоямыз. 0,13-ті көбейтеміз 0,12-ге тең болады 0,106-ға. Демек, нысанаға екеуінің де тигізбеу ықтималдылығы 0,106-ға тең. Бесінші есепте нысанаға кем дегенде бір мергеннің мүлт кету ықтималдылығы қандай? Яғни кем дегенде бір мергеннің мүлт кетуі мәнін қоятын болсақ, аға қарама-қарсы оқиға 0,13 плюс 0,2 минус 0,13 көбейтілген 0,12. 0,5 болады қосқан кезде, минус 0,106 болады. 0,15-тен 0,106-ны алған кезде 0,144 шығады. Зауыт өнімдерінің 27% жоғары сапалы, 70% бірінші сортты. Кездейсоқ алынған өнімнің жоғары не бірінші сортты болу ықтималдылығын табыңыз. Бұл жерде үйлесімсіз оқиғалар болғандықтан ықтималдылықтың қосу ережесін қолданамыз. Сонда яғни А оқиғасының ықтималдылығы 0,127 қосылған Б оқиғасының ықтималдылығы 0,7 тең болады 0,197. Кездейсоқ алынған өнімнің жоғарғы не бірінші сортты болу ықтималдылығы 0,197-ге тең. Мерген өзара қиылыспайтын үш бөлікке бөлінген нысанаға тигізді. Бірінші бөлігіне тигізу ықтималдылығы 0,145, екінші бөлігіне тигізу ықтималдылығы 0,135-ге тең. Бірінші есепте мергеннің нысананың бір не екі бөліктеріне тигізу ықтималдылығын табатын болсақ, онда 0,145-ті қосамыз 0,135-ге тең болады 0,118-ге. Екінші есепте екінші не үшінші бөліктеріне тигізу ықтималдылығын табатын болсақ, екінші бөлігінің ықтималдылығы 0,135 қосамыз үшінші бөлігінің ықтималдылығын табатын болсақ, бірден осы бірінші екінші бөлігінің ықтималдылығын азайтамыз. Демек, 0,145 алу 0,135. Сол кезде 0,155 шығады. Үшінші есепте үшінші бөлігіне тигізу ықтималдылығы қандай? Демек, үшінші бөлігіне тигізу ықтималдылығын табатын болсақ, онда бірден азайтамыз бірінші екінші бөліктерінің ықтималдылықтарының қосындысын. Сонда 0,145-ті қосамыз 0,135-ге. Бірден азайтатын болсақ 0,2 шығады.